Алматы автопаркының 60%-ын газбен пайдаланатын көліктер құрайды. Автокөлікке арналған бензиннің орнына газды пайдалану экономикалық пайдасының шешімі ретінде қолға алынды. Дегенмен газға ауыстыру барлық жағдайда қауіпсіз бола бермейді. Өкінішке орай, кейде мұндай көліктер азаматтар үшін өте қауіпті болуы мүмкін. Автокөлікті газбен қалай дұрыс пайдалану керек? Білуіңіз қажеттің осы шығарылымында мен Ақбота Қуанышбекқызы. Техникалық реттеу және метрология комитеті жол қозғалысын реттеудің техникалық құралдары, қолдану ережелері, ұлттық стандартына толықтырулар енгізді. Бұдан былай өзгеріс газ баллон жабдығы бар автомобильдерге арнайы белгіні міндетті түрде орналастыруды енгізеді. Ол жан-жаққа қарамен белгіленген және газ леп белгісі бар сары түсті теңбүйірлі үшбұрыш жазуы болу керек. Бұл белгі жабық паркингтерге кірген кезде көлік оңай танылатындай етіп орнатылуы керек. Өте маңызды нақтылау. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы негізінде сығылған табиғи газбен және сұйытылған мұнай газымен жұмыс істейтін қозғалтқыштары бар автомобильдердің өзге мақсаттағы және оларға жапсарлас салынған ғимараттарда, сондай-ақ жер деңгейінен төмен орналасқан жабық үлгідегі автотұрақтарда тұруына жол берілмейді.